Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Феруза. Бүгін сіздерге KFC тауық қанаттарының рецептін бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осы тауық қанаттарын дайындап аламыз. Ол үшін керек емес жерлерін, мысалы мен ұш жағын осылай кесіп алып тастаймын. Және де тауықты осылай екіге бөліп аламын. Және де шанышқының көмегімен барлығын осылай тесіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің маринатымыз өте жақсы сіңетін болады. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Дайын болған қанаттардың үстінен қызыл ащы бұрыш, тұз, паприка және де кептірілген чеснок секілді дәмдеуіштерімізді саламыз да үстінен салқын суымызды құйып, қолымызбен осылай араластырып аламыз. Құрамындағы барлық заттарды видеоның төменгі астына описание бөліміне жазып қоямын. Енді кемінде 2 сағатқа қойып қоюымыз қажет. Бір күнге қойып қойсаңыздар да болады. Сол кезде маринад тауықтың бойына өте жақсы болып сіңетін болады. Мінекей біздің маринадымыз осылай дайындалады. Маринадталып тұрған соң ұнға, тұз, паприка, қызыл ащы бұрыш, кептірілген чеснокты араластырып аламыз. Егерде сіздер ащы болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрышты көбірек қоссаңыздар болады. Мен балалар жейтін болғандықтан қызыл бұрыштан азырақ қостым. Бұл бізде кляр деп аталады. Енді осы ұнымызға маринадтаған тауықты алып, бірден осы құрғақ ингредиенттерге саламыз, араластырамыз. Біздің маринадталып болған тауық қанаттары толықтай ұнға аунап, барлық жері құрғауы тиіс. Енді майымызды осы уақыт аралығында қыздырып аламыз. Тауық қанаттарын ұннан алып, шетінен жаңағы мариновкадан қалған суымызға батырып алып, қайта ұнға аунатып, орташа отта дайын болғанша қуырып аламыз. Ескеретін нәрсе, қатты қызып тұрған майға салмаңыздар. Сырты тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Мінекей осылай үй жағдайында өздеріңіз KFC тауықтарын, қанаттарын осылай жасасаңыздар болады. Тауықтың қанаттары мінекей KFC тауықтарын осылай жасалады. Жасалу жолы өте оңай. Ортасы толықтай пісіп шығады. Осылай екі шеті қызарып, дайын болғанша орташа отта пісіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің қанаттарымыз қызарып, дайын болуға жақын болып қалды. Мінекей достар, бізде осындай болып шықты. Дәмі өте керемет, қытырлақ болып шығады, ортасы толықтай піседі. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қазақ тілді каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.